Так, қалайсыздар. Эфирдем, мен эфирдем. Қуанып кеттім, мен эфирдемін. Так, достар, барлықтарымыз кіреміз, жайғасып отырамыз. Примерно бүгін 2 сағат уақыттарыңызды аламын. Возможно, потому что мен кешегі күнді сабақты кішкене қарапайым тілмен и өзімнің дайындаған презентацияларым бар еді. Мен соларды кеше көрсетпедім, не екенін білмеймін. Кеше тұрып алып сіздерден бір ұялдым ба, білмеймін, кеше ондай нәрсені көрсетемін, потому что кеше сіздер маған андай аудитория жиналып алып, андай мені под давлением қалып кеттім ба, түсінбей қалдым да, типа Құлан мырза деп маған барлықтарыңыз сеніп отқаннан кейін андай өзім бір түрлі чувствода болдым да. Содан кейін сіз не ұрсамадым, не эмоциямды көрсетемадым, бірақ бүгін мен соны түзеймін и сіздерге кешегі күнді примерно айта кетем. И екінші бөлімінде бұл, наверное, болады уже упаковка, яғни қазір таңдаған өзіміздің бизнесімізді, уже упаковать етеміз барлығын. Бұл упаковка, профильді шапканы түзеу дейтін барлық курстан айтып жүргендері бар шығар, бірақ бір курстан өткендеріңіз бар шығар, бірақ менің сеніңіз, мен сізге айтарым бар, потому что бұл аккаунтты реттеу деген сөздердің барлығы бұл ең маңыздысы. И позиционирование, нишан таңдау дегенде маңызды, потому что бұл жұмыс бітсе, бұны таңдасақ, точно таңдай алсақ, жұмыстың 50% бітеді, то есть жұмыстың жартысы бітеді, то есть пол победы. Ал екіншісі, бұл, наверное, уже продвижение, уже, по крайней мере, сізге понятно болады, чем заниматься. Так, мен даусым естіліп тұр, барлығы нормально ғой, да? Барлығы нормально, давайте, қалайсыздар, барлығы естіліп тұр, отырып алдыңыздар, нормально барлығы, бастаймыз ғой. Так, қалайсыздар, отырып, нормально ма барлығы, қалайсыздар, достар? Мен бағана бүгін эфир бола ма, болмай ма деген сұраққа өзім ойланып тұрғам, но болатын болды. Естіліп тұр, барлығы жақсы дейді, все хорошо. Кеше, достар, естеріңізде болса, кеше біз жеке бренд, позиционирование туралы айтқан болатынбыз, но менің айтқанымнан елдер там сразу қорқып қалған сияқты, бүйтіп, что там, не, қайдағы сторис, қайдағы пост, мен вообще сторис түсірмеген, вообще бағанас, сіздердің стористарыңыз көріп отырмын да, сөйтіп бір кісі қиналып тұр да, байқысы, вообще қиналып тұр, мен бүйтіп салып тұрып, Құлан мырза салды деп айтып еді, сол үшін салып жатырмын дегендей, прям жылағысы келіп тұр ма, бір жігіт сөйтіп салып жатыр екен да, соған түсініп отырмын сіздерге, енді сразу келе салып ондай бойға кіргіз жіберу дегенім сол болатын, бірақ қазір мен целом просто түсіндіріп берем. Ондай этаптардан мен де өткем, то что басында блин, не салам, мен анақтан не ойлайды деп, ладно, ничего страшного, қазір вообще ойлаймын. Екінші, бүгінгі күнде мен дамыту, стратегия туралы айтатын болам, вообще стратегия развития вашего аккаунта и дамыту өзіңіздің неңізді, бизнесіңізді, немесе өзіңіздің жеке брендіңізді, заниматься ететін нәрсеңізді, вот стратегиясын мен қазір сіздерге айтып берем. Бірақ, достар, мен соңғы жаңалықтармен өзім бөліскім келеді. Мен вообще телевизор қарамаймын, бірақ сонда да статьялар оқимын, новостной новость емес, ол статьялар оқимын. Сонда Америкада қазір, достар, елдердің барлығын жұмыстан шығарып жатыр екен. То есть где-то 3,5 миллион адам ба жұмыссыз қалған.
Американың өзінде 3,5 миллион адам жұмыссыз қалған. И үлкен компаниялар қазір не істеп жатыр білесіздер ма? Үлкен компаниялар сотрудниктерінің барлығына ноутбук и техника алып беріп жатыр. То, что давайте работать удаленно деген сияқты. Менің ойымша, вообще бұл тенденция, бұлардың барлығы біздің Қазақстанға да келеді. Сондықтан сіздің қазіргі осылай дамып отқаныңыз, то, что удаленно жұмыс істеймін, мен личный бренд дамытам, удаленно қазір бір нені алам, немесе бизнесімді удаленно форматқа ауыстырып, Инстаграм дамытам дегеніңізге мен вообще шапалақ ұрам да, потому что не каждый так может, понимаете? Ол адам сіздер кәдімгі болды, мен дамытам деп түсініп отырсыздар осы істеріңізден. Мен серьезно вот похлопаю вам, потому что мен солай статьяларды оқып аттым да, и түсіндім да то, что қазір біраз профессия, уже офлайн профессиялар, офлайн бизнестер уже на грани. Ну, то есть қиындау болады да оларға. И менде мынандай инсайт келді вообще осы уақытқа дейін. То есть офлайн бизнестер қазір уже қиналып жатыр, и онлайн, наверное, сіздің офлайн бизнесіңіз болса, ол онлайнға көшіру керек. Немесе сіз тек қана онлайн жұмыс істесеңіз, сізге не аренда төлемейсіз, басқа да нәрсе төлемейсіз. Вот вообще идеальный такой вариант. Мен осы жаққа келе жатсыздар. Енді қараңыздар, достар. Вообще, сіздердің просто қай жаққа келетқандарыңызды айтайын да. Егерде бұл бұйтта сіздерге қазір түсінбей жатырмын, қиын десеңіздер, айтайын сіздерге. Вот, блин, сіз просто ниет болсыншы, сіз вообще келе жатсыз. Неде жолда келе жатсыз, нормально. Сіздің вообще қазір жолда келе жатсыз, потому что бұл келе жатқан кезде біреулер менде мынанша ниша бар, бұлай түсінбей жатырмын, нишамды таңдай алмай жатырмын, позиционирование қандай деп. Сен осы уақытқа дейін инстакарантиннен басталғаннан бері у тебя хотя бы там на жеріңде басыңда бір басқа уже мышление. То есть мен сенге басында каша болып жатқан түсінемін, мен немен айналысам, бұлай личный бренд не, ана-мынау. Блин, реально түсінемін сені. Просто бұл этаптардан өтіп кету керек, досым, сізге айтайын, сөйлесін. Этаптардан өтіп кету керек. Нормально будет. Қазір мен саған нені позиционирование, нишаны қалай таңдау керек, и өзіңнің бизнесіңді қалай онлайнға көшіру керек, мен примерно саған, либо қазір өзіңде бар аккаунтты қалай дамыту керек, мен сол туралы айтатын боламын. Жалпы, достар, бізде адамда бір бизнес таңдайды, инстаграмда бизнес таңдайды, и ол бір позиционирование келтіреді. Бізде адамдардың көбісі таңдаған кезде вот ниша и позиционирование бар, и клиентский подход бар. Ниша дегеніміз бұл нарық, рынок. Мен орысша жазғаныма кешіріңіздер, потому что мен көбінесе орысша оқитын адаммын. И рынок бұл аудитория. Енді қараңызшы, мен сізге позиционирование түсіндіру үшін, мынау бизнес. Ниша дегеніміз бұл фотограф болса, позиционирование бұл детский фотограф. То есть бұл позиционирование деп сіз сегментация жасайсың. Бүкіл аудиторияны сегментация жасайсың. Сегментация дегенің ол аудиторияны бөлесің. То есть фотографтың ішінде детский фотограф, свадебный фотограф деген сияқты. Енді қара, контент дегеніміз сенің сторис, пост салып қуып жүргенің бұл жайдан жай әңгіме емес. Сен қазір мен просто камераға үйренсін деп жатырмын. Ол сен енді контенттеріңде нормальный контент беруді үйренесің. Мен айтамын саған. Ол проблема, енді проблеманың шешімі болады. Шешім тапқан кезде ақша пайда болады. Вот вообще осындай. То есть сенің таңдаған нәрсең чем узко болса, чем позиционированиең, то есть четкий болса, сегментация. Вот, например, мен сторис жасаймын, мен там детский фотографпын, мен бағана елдер жазады, мен психологпын деп. Сен қандай психологсың? Айт, сен психолог, это мен типа мен молдамын деген сияқты ғой, ол психологпын деген. Сен именно қандай психологсың? Семейный психологсың ба, сен детский психологсың ба? Вот, осы жақты сен позиционированиені таңдап ал. Позиционированиені таңдаған кезде елдер біздің былай ойлайды. Типа мен қазір психолог емес, детский психолог болып қалсам, маған аз ақша түседі деп ойлайды. Нифига, сен қате ойлайсың, потому что сенің таңдаған нишаңда, ол нишада бүкіл ақша көп болуы мүмкін, бірақ сенің именно таңдаған узкий нишаңда сен аудиторияң келіп, ол сенің қалтаңда ақша көп болады. Осыны түсініп алыңыздаршы вообще. Енді қараңыз,
Бізде самый быстрый жол қазір ақша табудың, жақсы ақша табудың быстрый жолы бұл узко таңдау, бір позиционирование таңдау. Мен мысалы былай айтатын едім да, типа қазір SMM-нің өзі көп қой бізде, SMM-шіктің дегендер көп қой. Сен SMM-шіктердің арасында өзің бір узкийін таңдағаш. Например, бір SMM, там полное продвижение, либо там тек қана сторисін жасап берем, тек қана там, білмеймін, текстін жазып берем, тек қана контент, тек қана дизайн жасап берем. Вот, осы узкое вот позиционирование. То есть мен SMM, мен маркетологпын деген узкий, бір общий алуға болады, бірақ ол кейін аласың. Сен қазір бір жақсылап нарыққа танылу үшін сен бір теманы узкий, понятный позиционированиен алып ал. Кешегі соңға кілт жасап берем деген әйелді білесіздер ма, разборда? Вот, примерно позиционирование солай болу керек. Қараңыз, енді мынандай инсайт, вообще можете заскринить, вообще идеальный такой инсайт. Менің өміріме потом ғана жеткен, потому что мен шар бизнесін бастаған кезде мен былай ойлағам, типа мен қазір у меня будет декор агентство, мен там цветы, подарки, там шары, там шоколадные фонтаны, все, это сайт жасадым мен еще там, что қылып тұр, бәрін жасап қойдым. И в тот момент мен ақша табатын бір 100-150 мың теңге тапқан, студентпін ол кезде, 100-150 мың теңге табам. И потом только шарды, вот фокусты тек қана шарға алдым, и я стал зарабатывать больше. Мен бұнан случайно келдім, то есть мен ол моментте курс, еш нәрсе білмеймін, потому что бір тупоймын да, мен өзіме образованием ақша салғым келмейді, но просто оқи берем, бұл бір случайно келген момент да, и менде вот мынандай инсайт шыққан өзімнің өмірімде, вот мен енді орысша жаздым, бірақ сонда да вот можете заскринить. Чем больше ниша, тем больше в ней общих денег. То есть ниша, например, автомобильный бизнес десең, ол бизнеста явно ақша көп, серьезно, там типа мұнайға барсаң, ол жерде ақша көп деген сияқты да, бірақ чем уже позиционирование, то есть сен бір нәрсені таңдасаң, тем больше ваших денег. То есть сенің қалтаңдағы ақша көп болады да, на жерде. На жерде нарықтағы ақша көп, типа автомобильный бизнес деп алсаң, на жерде нарықтағы ақша көп. Например, енді сен өзіңнің позиционированиең, например, мынандай болса, автомобили там выше там 2005 года только, либо тек қана Toyotасы там десең, сенің қалтаңда ақша көп болады на жерде. И саған легче привлекать целевую аудиторию. Сен танылуың үшін, сен нарыққа сразу танылуың үшін, сен андай простой нәрселерден ұялма, то есть ана соңға кілт жасайым деген нәрселерден ұялма, потому что бұл адамға понятный и узко, и сенің баратын позиционированиең, сенің позицияң адамдарға таныс. Хорошо? Вот заскриньте, вот менің өмірімдегі главный инсайт, потому что елдер мен бизнесті общий таңдап алсам, маған көп ақша келеді деп ойлайды, нифига. Вот менің шарымды, вот шар, вот все, саған ақша келеді деген сөз. И легче привлекать целевую аудиторию. Целевая аудитория бұл наған, типа бізде мынандай ғой, адамдар мынандай ғой, вообще біздің адамдар, мен адаммын да, мен барып бір магазиннен өзіме керек затты алу үшін маған типа деген предложение керек емес, маған именно керек затты мен сенен іздеп тауып алам. Например, мен мынандай компанияларды өзім ұнатпаймын. Өзім услугалар заказ берген кезде, мысалы мен пиццаны явно андай жерден барып жемеймін да, типа пицца, суши, донер, там европейская кухня, мынау кухня, нандай кухня деген. Мен пиццаны именно пицца жасайтын жерден жеймін. А пиццаны заказ жасайтын жер ол Pizza Hut, там Дода пицца деген жерлер, вот они лучше готовят, потому что олардың прям позиционирование только пицца и все. То есть мен андай жерден барып жемеймін, бүкіл кухнясы бар жерден рестораннан жемеймін. То есть только итальянский кухня жегім келе ма, вот итальянский, потому что мен запросым қазір мен итальянский кухнядан тамақ кеп тұр да, мен барам итальянский ресторанға барам. А бірақ хотя бір ресторан болуы мүмкін, какой-то бір пафосный название там, ол жазып қою мүмкін да, итальянская кухня, андайная кухня, нандай кухня деп. Блин, там, если честно, кушать стрёмно. То есть баратын жеріңе бару, адам сені тауып алады да. Вот это всегда так. Сенің өзіңде жасайтын действияларың сондай негізі.
Так, достар, қазір вообще узкая ниша таңдаған кезде вообще саған қандай плюстар береді Инстаграм, қараш. Сен узкая ниша таңдаған кезде Инстаграм сені жақсы көреді, сені топқа шығарады, потому что сен анау SMM, бизнес, таргетолог дегендердің арасынан сен шықпай қаласың да, вот сен от них ничем не отличаешься. Поэтому узкая нишаны шығарған кезде Инстаграм саған көмектеседі. Осы нәрсені біліп алшы. Потом проще доказать свою экспертность. Мынандай ғой енді қара. Мен экспертнесімді, бізде адамдар экспертнесін дәлелдеу үшін там философия айтып, бір бизнес туралы айтудың қажеті жоқ. Сен бүйтіп айтшы елдерге, мен фото жасай аламын, Инстаграмда мен саған дизайн жасап бере аламын. То есть сен уже дизайн жасадың ба, сен бір адамға уже экспертсің, болды. Сен бір адамға уже конкретно бір экспертсің. Это вообще лучше, чем типа мен там маркетолог едім, мен SMM-щик едім деп сен ар жақтан алып фотографиямен доказать еткенін көрсең, проще экспертсің, сразу доказать ететін шанс бар сенде. Потом сен посттарыңда уже не жазатыныңды білесің, болды, узкая. Сен мына жерде узкая, тема узкий, не жазатыныңды білесің. Потом саған высшая степень доверия. Жаңағы сияқты ғой, типа мен мысалы рамен жейтін болсам, Korean House-қа барам, пицца жейтін болсам, пицца хатқа барам, вот сондай сияқты. Мен потому что сенем, ол жақта саған сенімді. Тек қана сондай дайындайтын деген адам. Енді узкая ниша дайындағанда сарафанный радиомен и сенің личный брендің, жеке брендің тез дамиды. Потому что айтады да, вот құланба ол сторисқа видео жасайды, вот тек қана сторисқа видео жасайды, ол нереально видео жасайды. То есть сенің неңді личный брендіңді сарафанмен нереально алып кетеді да, бұл жақсы вариант. Так, достар, біз ары қарай жалғастыру үшін все встаем сейчас и делаем приседания. Все, давай, все встаем. Так, дальше ары қарай бізде тематика жақсы кетеді, бірақ засиделись. Тұрамыз, все встаем. Не үшін қарап тұрсың? Давай, тұр. Так, тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, достар, қалай болып жатыр, мен комментарий жазып қояйын, қалай болып жатыр, и жасадым деп жазамыз, давайте. Жасадым деп, біз ары қарай кетеміз қазір, біз ары қарай кетеміз. Комменты мешает дейді, все нормально. Жасадым деп жазамыз, дам дейді, все, красавчик, Қуаныш, красавчик, Самат Узаев, красавчик, Саядыр, красавчик, да, Султанша Лайф, кешек бір позитивная қыз екен, молодец вообще, Балжан ханым. Все, жасадым дейді. Давайте, ары қарай жалғастырамыз. Енді қараңыздар, достар, біз узкая нишаны таңдаған кезде біздің подписчиктеріміз аз болуы мүмкін. Вот менің подписчиктеріме, менің бар адамдар, басқа адамдарға қарамаңыздаршы, потому что сенің чем узкая аудитория, сенде подписчигің аз болуы мүмкін, это нормально, потому что сен қазір SMM таңдап алсаң, сенде 100 000 подписчик болмауы да мүмкін, потому что елдің бәрі сен сияқты тематикаға қызықпайды ғой, ол там қалалым көру мүмкін, ол там Қайрат Нұртасқа подписан болуы мүмкін, ол вообще КВН көретін бір дебил болуы мүмкін да, сен олардың бәрін тартамайсың, сен өзіңе бір нормальный аудитория, хоть 1000 болсын, хоть 100 болсын, сонда аудиторияның болғанның өзінде, мен даже білем, есть аккаунты, которые просто 1000 подписчиков, 3000 подписчиков, но они делают деньги. Знаете почему? Потому что ол өзінің аудиториясын бөлім білет и решениесін таба алады. Сондықтан менде 200 подписчик, 300 подписчик деп қымап қойыңыздар, ол сіз жайлап жасаған кезде өзі өседі. Так, сонда бұдан шығатын нәрсе, вот подписчик маңызды емес, не маңызды? Маңыздысы сіз өзіңіздің аудиторияңызға түсуіңіз, өзіңіздің аудиторияңызды түсінуіңіз, оларға не жазасыз, не бересіз, сол маңызды. То есть продажа маңызды. Вот подписчик маңызды емес, достар, хорошо, подписчиктен не гоняемся. Вот мен, мысалы, если честно, хочу удалить всех. Вот мен, мысалы, да, мен өзімдегі, қазір 300 адам мені тыңдап жатыр ғой, мысалы, 400 адам мені тыңдап жатыр, осы жерде отыр барлығы. Вот маған осы адам жетеді, мен бұлардан делаю больше денег, чем бір жақтағы өтірік бір станицалардан көрі. Вот если честно, серьезно, вот мысалы, мына жердегі отқан
400 бір подписчиктен маған нормально ақша келеді маған. Ол в принципе ол өзіне жетеді. Сондықтан сіздер оған неғылмаңыздар, ұмтылмаңыздар. То, что маған көп подписчик керек, анау деп. Бірақ подписчик, конечно, кейбір бизнес түрлеріне керек, потому что для поддержания имиджа, но ол другой разговор, ол потом айтам. Қараңыз, енді достар, вообще неден бастаймыз? Неден бастаймыз? Вот главный сұрақ барлықтан, мен неден бастаймын? Сен бизнес егері болсаң да, сен таргетолог, SMM-шік маман болсаң да, нөлден бастап жатсаң да, неден бастаймыз деген конкретный сұрақ. Мен айтам, мен сөйтіп ойландым осы сұрақты, серьезно отырып алдым да бүгін. Блин, Қуан, сен хорошо, қумаш, сенің қазір типа SMM, стратегия, ана мынау деген елдерге нафиг не нужен. Ол просто оны керек, бірақ ол сен ол қазір типа анау универдегі препод сияқты рөліне кірмей, просто қазір давай қазақша ойланып көрейікші, неден бастаймыз деген сұрақты өзім реально кешкешін отырдым да ойландым осы сұрақтан. Сөйтсем, мен кез келген бизнесті бастайтын кезде мен надан бастайды екен ғой. Мен осыны білмедім. Серьезно отырдым да ойландым. Мен надан бастайды екен. Анализ конкурентов. Мен отырамын да, менің кешке шейінгі вообще любой жұмыста отқан кезде, мен өзім бос уақытым болса, мен отырады екенмін да, мен анализ жасаймын ғой, кәдімгідей отырамын да, анализ жасаймын, отырамын да, міне анализ жасасам, мен Қазақстанның вообще бір мен конкуренттерімен, немесе мен конкурентім бар деп ойламаймын, просто типа мен тематикамдағы мен ешкімге қарамаймын, вообще ешкімге қарамаймын. Мен Россиядан, Америкадан, Украинадан мен конкуренттеріме жаман қараймын. Мен прям кәдімгідей отырамын да, олардың бүкіл нәрсесін зерттеймін. Мынандай сайты бар екен, мен аналар вообще пост жазыпты, кәдімгідей күшті өтіпті. Мен вообще сайты мынандай екен, типа заявка тастаймын да, менеджерін тыңдаймын, өтірік продавец өтірік покупатель боламын, звондаймын да өтірік покупатель боламын, мынау не деп сұрап, содан кейін арзан трипвайрларын сатып аламын, қалай сатып жатыр, мен түсінемін да, ол вообще қандай схема, қалай жұмыс істеп жатыр. Блин, естественно, реально помогает. Вообще, қазір вообще барлықтарыңызға тақырып, егерде бір ойлаған өзіңізде идея немесе позиционирование болса, просто ищем конкурентов своих. Конкурентов ищем бір неден, Россияның рыногынан. Вот бірінші тапсырма, вот барлықтарыңызға осы тапсырма. 20-30 конкурентті зерттейсіздер. Ол адам кім, қандай сатады, қалай сатады, ұсыныстар қалай болып жатыр. Блин, вообще қазір өміріңіз оңай болып қалады қазір өміріңіз, потому что бізде сол конкурентті зерттеу барысында сізге неше түрлі идея келеді. И прикол в том, что, мен қазір бір лайфхак айтам, мен шар бизнесінде жүрген кезде маған менеджерлардың дұрыс жауап беретін скрипті керек болды. И мен мамандарға хабарласам да айтам, мен маған скрипт жазып бер. Маған скрипт деген ана готовый ответтер ғой, типа жақсылап тұрып сөйлесетін. Банкте звондасаң, басқа жаққа звондасаң, әдемі жауап береді саған, осылай деп. Вот они все, оларда бір сценарий бар, жазылып қойған сценарий бар, солармен жауап береді адамдар. Сөйтіп отырдым да, бір уақытта мен өзіме бұл случайно бір андай да, бір случайно келген бір не да, сөйтсем бұл неден, бұл маркетингте өзінің бір несі бар екен, анықтамасы бар екен да, мен сосын отырамын да, бір Россиядан Москвадағы бір неге звондаймын, сайтқа звондаймын, и потом өзіме қойған сұрақтарды қоямын ғой кәдімгідей. Почему так дорого? Блин, а если так, скидки есть деп қоямын, нормально, грамотно жауап береді. Опана, блин, мен жазып аламын да, өзіме жазып аламын. Оказывается, так можно ответить. Былай жазсаң болады екен ғой деп. Прикол в том, что сол компания, оған 300 мың, 500 мың ақша құртуы мүмкін да, ал сен оны, прикинь, бесплатно аласың. Вот как тебе вообще бесплатно аласың ол нәрсені? Блин, нереально, вот осы нәрсені жасасаң, солай болады. Бұл көшіру емес, бұл, наверное, бір неде, маркетинг тілінде бұл бенчмаркетинг деп аталады. Вообще естігенсің бе осындай сөзді? Бенчмаркетинг деп аталады. Бұл сенің конкуренттеріңді зерттейсің, сөйтесің де мықтысын аласың. Бірақ көшірмейсің, мықтысын аласың, инсайттар аласың, көресің. Иногда
мен даже басқа біреудің несіне курстарына Америкадан мен просто көру үшін барам. Мен ана жерден нәрселерін білем, бірақ иногда просто көру үшін барам да, как организационный вопростары қандай, типа нелері қалай курс өткізеді, қалай жасайды деп. Бір Америкадан бір курс сатып алдым да, сөйттім да, курс сатып алдым да, күтіп отырмын, короче. Сөйтеді да, маған Фейсбукқа жазады да. Все, Фейсбуктан группа аштық, давай группаға кел дейді да. И потом Фейсбук группаға мне скидывает задание, и потом ана бір ссылкамен маған видео жібереді да, болды. А мен оны типа, блин, платформа болу керек, былай деп жүрсем, ананың курсы еще $1000 тұрады, прикинь, $1000 тұрады. $1000 это где-то қазіргі курспен 450 000 теңге ғой. $1000 мен просто личный неге бардым, и WhatsApp'тан, неден, Фейсбуктан группа ашып қойған болды. И там сидим все, просто ждем задание. И все, сен неңді, Фейсбуктан содан вопрос есть, ана личкаға жазсын, и саған жауап береді, болды. Блин, в тот момент мен ойладым да, мыналар қалай қимылдап жатыр. И неде Инстаграмда осылай жабық аккаунтта сабақ жүргізу, неғылу Қазақстанда, наверное, алғашқылардың бірі болып, мен инсташайда мен ең бірінші өзім болып жасаған. Потом адамдар қайталады, көрді осыны. И потом, қазір осы конкуренттерді зерттеуден шығатын лайфхак. Притвориться клиентом. Вообще, например, мен SMM услугамен айланысып жүрген кезде, мен SMM-мен айланысатын Россиядан адамдарға жазатын. Так, Андрей, у меня там страничка, деп қоям. Андрей, у меня там страничка, надо продвинуть. Осылай жасау керек деп. Сосын анау маған бриф жібереді. Бриф деген не білесіз ба? Блин, там бриф, андай бір не да, бір парақша, бір анкета сияқты да, типа грамотные вопросы. Мен о кезде SMM дамып жүрген кезде, и мен қазір просто достар реально қалай жұмыс істедім, соны айтып беріп жатырмын. Қазір маған андай өтірік, ойбай, SMM мынандай, нафиг не нужен. Мен саған просто қазір өзімде қандай нәрсе действовать етті, мен саған соны айтып отырмын. Сөйтіп бұл адамға жазам, Андрей деген біреудің типа SMM агентствосы бар, и потом маған бүйтеді да, вот тебе бриф, заполняй, пожалуйста, и там брифинг толтырып жіберем. Типа, мы посмотрели твой бриф, типа, вот тебе коммерческое предложениесін көрем, коммерческое предложениесінде там, типа, цены, мынандай пакет бар, и потом, типа, молчу, ештеңке заказ бермеймін, сөйтем, потом бүйтеді, Кулан, вот тебе бесплатный разбор твоего аккаунта. То есть PDF жібереді да маған, вот сенің аккаунтында былай жасау керек, деп, блин, ана қалмайды артына. То есть бір адамның бұл клиентті жабуға деген сценарийін сен бесплатно аласың да. Тот момент мен алдым да Қазақстанда неге клиенттерге нешетір путтарды көрсетем, былай жасайсың, там PDF-тарды жіберем, былай жібересің деймін ғой барлығын ше. Сөйтіп клиенттерге не қыламын, и клиенттің мен жабу конверсиям сол кезде SMM басқа услуга нереально көп болады. Кәдімгі отырам да, звондаймын, жаңағы предложение жіберем, маған типа Кулан, давай счет жібер, мен саған төлеймін дегенде жібереді да. Бұл идея менің бір гениальный болғаным үшін емес, немесе бір андай менің бір гений болғаным үшін емес, бұл просто случайно келген нәрселерді, просто мен бұны интуитивно дұрыс жасағанымда, сіз солай жасауыңызға болады сол нәрсені қазір. Сондықтан, вот, конкурентті зерттейміз, хорошо, притвориться клиентом, тупой клиент болыңыз, қалай сізге айтады, өзіңізде қазір бар сұрақты, анау конкурентке қойсаңыз болады, прям кәдімгі клиент ретінде, там типа, маған сонда былай жасап бересің ғой, деп, сұра анадан, саған жауап береді бәрін. Блин, вообще, андай, нереальный кайф, да, нереальный, бұны зерттеу керек. Мен қазір, потом курстың барысында мен сіздерге бір база знания Телеграмда, дофига осындай эксперті бар, курстары бар, Телеграм каналға доступ беремін. Пока слушаем, потому что қазір сол жаққа кетіп қалуларым мүмкін. В конце, наверное, бір 6-шы күнде, 5-ші күнде берем. Бірақ қазір мен айтқан нәрселерді жасаңыздар, хорошо? Енді бізде сенің клиентің бар, өзіңнің қазір жеке брендті дамытып отқаннан кейін, клиентке пример болу маңызды.
бірақ пример болған кезде не надо вообще успехті көрсетіп, типа, там, мен андаймын, менің там машины, арбер, ана мынау. Мен қазір, явно қазір бір спикер болғысы келген адам ойында мынандай нәрсе бар, типа, мен қазір прямой эфирге дұрыс киініп шығу керекпін, мен там, типа, машинамен бір ролик түсіру керекпін, ана мынау деп. Бұл жерде сіз осындай политикамен кетсеңіз, сізде никогда личный бренд болмайды. Никогда. Вот и потом не надо обещать, типа, вот, андай да, бізді көп не үшін тренингтерге, не үшін осындай обучающий уроктарға не үшін всегда говно, типа, не үшін адамдардан андай не барат, негатив барат, потому что они обещают, типа, бір айдың ішінде 1 миллион тап, бір сабақтың ішінде мынандай істе. Не надо обещать, сен просто мен саған айтып отырмын, қарапайым нәрсен. Я уверен в том, что сен қазір менің сабағымда 5000 6000 теңгелік сабақтан сен ол жердегі ақпараттан көп ақпарат алып отырсың да, вот нереально. Вот сенің өзіңнің личный брендің болған кезде успешті дайындамай ақ қой. Бірақ клиентке пример бол. Клиентке пример болу ол типа сенің экспертнесіңді дәлелдейді. Мен неге осы постқа салдым ғой, жеке бренд деген. Сол жақта жазатын сенің заттарың бар. Вот сол нәрселермен сен клиентке пример бола аласың. Енді вообще бағана бір кісінің аккаунтын қарап отырсам, постына бит жазып қойыпты. Пишу свои мысли прежде всего для себя деп қойыпты. А вот первый этап, сен аккаунт жүргізесің, аккаунтты личный бренд өзің дамытасың. Сұрақ қойшы маған, сұрақ қойшы. Өзіңе бірінші сұрақ қойшы, кім үшін жазып жатсың сен? Нифига маған алдамай қой, өзім үшін, ана мынау, бір нәрсе деп алдамай қой. Сен реально ақша тапқың келеді, и енді ақша тапқың келсе, будь собой честен, просто будь собой честен. То, что мен осындай аудиторияға бара жатырмын, менің аудиториям былай болғанын қараймын, қарапайым ойланшы, адамдардың, клиенттердің несімен, ойымен. Клиент мынандай нәрсені қалайды, ол клиент қалағаннан кейін мен осындай нәрсе беремін деп. Сен өзің үшін жасап жатқан жоқсың. Сен андай эгоизмді қойшы, типа бізде кейбір адамдар, анау мен алдыңғы сабақтарда айтқандарымда есімде ме? Бір типа сату кезінде спорт етуге болмайды. Сен адамдарды өзіңнің просто бомба деймін бір. Адамдардың, яғни өзіңнің аудиторияң бар ғой, өзіңнің аудиторияң, соның ойымен ойланшы, оған не керек, соны берсе сен типа бізде өзім үшін жазам, типа детский альбом, өзің үшін инстаграм жүргізсең, инстаграм страницаңды жауып қойда, ана жерде кастасың, 20 кастасыңды салып қойда, прикол салып отпайсың ба? Сен өзің үшін жүргізбейсің. Почему? Маған елдер, типа, сен өзіңнің аккаунтыңды, мен қойшы, мен өзімнің, маған жеке бренд керек емес, а потом жеке страницасына кіріп қарасаң, анау поведениесінен білесің, то, что ол әдемі суреттерді салған, әдемі бір посттар жазған, явно он что-то хочет продавать в будущем, а маған личный бренд керек емес қой деген нәрсе, сен өзіңді алдамай қойсың, лучше будь честен с собой. Типа, мен осы блог арқылы ақша тапқым келеді. Мен осы блог арқылы не жасағым келеді, бірақ менен сатып алатын адамдардың психологиясы мынандай, ол адамдарға мынандай нәрсе керек, и все, мен буду давить на это. То есть боль, соған бір решение проблемасын мен ұсынам. Например, екінші этап, бұл проблеманы шешеміз, решаем проблемы. Например, спортзал. Мен мысалы қазір егерде фитнес, егерге здоровый фитнес жүргізу, арықтату марафондары деген адамдарға мен мынандай нәрсе ұсынатын едім. Бізде қыздарда мынандай не бар, боль бар. Қыздар фитнес залға бару тоже проблема, білесіздер ма, не үшін екен? Потому что оған форма алу керек, ол там типа, ол кішкене толықтау болуы мүмкін, ол спорт залға барып, ұялуы мүмкін ол нәрседен, басқа да нәрселер болуы мүмкін да. И потом мынандай арбитражда мынандай зат бар.
типа андай резина бар да, солғамен приседание жасайды. Сен айтасың, вот я понимаю, сходить в спортзал, стоять в пробке, там типа потом душқа түсу, душ онша емес, оны барасың, типа елдердің көзі бар, оны там типа қайтасың, ана мынау, сен спортзалдан осындай болғаннан гөрі, давай мен саған мынандай резиночка бар, вот там типа өзің қойып аласың да, үйіңде айланса бересің. Стоит всего лишь там 5000 теңге, и все, сенде продаж, сен потому что на жерде айттың, сен типа арықтатам дедің, өзің позиционированиеңді адамды айттың, типа худеем дома, худеем мынандай, худеем осындай деген сияқты. Вот спортзалға реально қыздарға бару проблема, білесіздер ма? Қыздарға бару спортзалға проблема, серьезно. Ол ойында, ол спортзалға баяғыда барам деп шешіп жүрген, бірақ никак бармайды. Сен осындай формат істеп берші адамға. Вот худеем дома, вот бір андай аудиторияның ішінде бір өзі анау клиентке пример бол деген сөз, андай ғой, өзің бір арық, нормально, типа здоровый образ жизни сақтасаң, сенің суреттерің соған сәйкес келсе, давай сразу дави аудиторияға, айт, вот, мен қыздар, мен түсінемін өзім, неге бардым, спортзалға бардым, мен сендердің проблемаларын білемін. Сөйтіп пост жазасың, айтасың, вот қиын, пробкада тұрасың, там типа одақтан кішкене толық болсаң, там типа ұяласың, форма алам дейсің. Қыздарға спортзалға бару үшін ол кроссовка алу керек, форма алу керек, әдемі, потом сол сторисқа түсу керек қой. Оған айтасың, сен дома занимайся, вот тебе там резинка, вот осымен күніге отырасың, и будем каждый день встречаться 9 вечера, вот клуб настоящих там красавец, клуб настоящих там не деп, не алсаң, болды ғой сен, енді клуб деген нәрсе енді түсініп жатсың ба? Енді сен инстаграм арқылы табу деген сөз, сен адамға пример боласың, енді келтіресің, енді оның решениесін, проблеманың решениесін айтасың, и ол решениені оңай ретінде берсең, бітті, сендер адамдар жазылады, саған бәрі тұрып алып, мен сияқты приседание жасайды онлайнда. Вообще фигня, вообще фигня. 1000 теңге ал, 2000 теңге ал, 100 000 теңге, 1 000 000 теңге, спокойно шығады сенде. Вообще фигня, полная фигня. Вот мен андай оңай деген сөзімді, вот осыны жасай аласың ба? Жасашы. Бір ана жерде отқан қыз. Мынау адамда қазір интернет курстарда 3 нәрсе жақсы өтеді. Бұл деньги, это здоровый образ жизни, яғни қыздар өзінің жаңағы фигурасын арықтаған кезде, сондай кезде жақсы өтеді. Айтасың, саған спортзал дома, тебе надо вот там типа 10-5 квадратов метра и Инстаграм, и сотка керек саған болды. 10 вечера встречаемся, все, 7 дней, 21 дней, 21 күн интенсивно будем заниматься. Саған спортзал неғылып арендовать етіп керек емес, там бір нәрсе керек емес. Саған, білесің ба, 1000 теңгеден, 3000 теңгеден 10-15 адам төлесе 35-40 мың теңге спокойно шығып тұр да, и че сен келе салып, всегда будешь әдемі суреттерін салып, пример болып, блин, саған нереально жасады. Кей Тейлор ма, неде Америкада, мен атын ұмытып тұрмын, осындай фитнес-тренер бар, онлайн жүргізеді да, фитнес-тренер бар, онлайн жүргізеді, $1 миллион табады, $1 миллион табады, ойлашы, $1 миллион табады. $1 миллион. Сен қазір маған 100 000 теңге, даже $1 миллион теңгенің өзін фигня табасың осы темамен. Фигня табасың. То есть бұндай, мен қазір барлықтан спортзал, типа, похудение демен айналысып кету деген әңгіме емес. Просто мен қазір идеяны айтып отырмын да, то, что сен типа, қазір көрдің ғой, үйде арықтаудың мен саған методикасын көрсем. Типа, енді вот, решениесі осылай. Жаса, не мен жасасам болады екен, мынау дегеннен гөрі алда жаса, все. Вот екінші вариант. Бізде мынандай нәрсе бар. Бізде фото, видео деген нәрсе бар. Мен қазір, мысалы, фотосессияға барған кезде менде мынандай боль бар. Фотосессияға бару үшін адам не ойлайды, білесіздер ма? Ода киім жоқ все-таки. И студияны арендовать ету керек, и потом макияж жасау керек өзің бетіңе. Блин, мен фотосессия жасап көрген адаммын ғой өзіме. Типа аренданы, студияның бағасын отдельно төлейсің, нандай, и образды өзің таңдайсың, анау. Сен алда қазір бір просто кәдімгідей фотостудиямен келісесің, айтасың, вот мен саған келем осы жерден, мен бағам өзімнен. И потом жазасың тоже
тоже жазасың. Вот, мен саған фотосессия түсуге қиын екен білемін. Вот, смотри, саған киім, даже киімің жоқ болса, киім бар менде. То есть размеры вот такие, вот бар менде. Ол киімдер еще каждый фотосессиядан кейін жуылып тұрады, осындай түсесің. Типа, потом макияж бар, макияжы боянбай ақ қой, өзің жасамай ақ қой. Фотостудияның арендасы ішіне кіреді. И семейная фотография, все, нандай зоналар бар. Кел, пожалуйста, час стоит осынша теңге деші. Все, сенде заказ көбейеді. Креатив, таргетке жібересің. Креативке прям осылай тұр да осылай видео ше, типа маған видео керек. Так, видеоға бітсесің. Привет, я Кулан, я фотограф. Я понимаю, там типа, вот мен сразу келіп тұрмын да, там, я понимаю, фотосессия это боль, это типа дорого, это типа қиындау, я вот тут тяжеловато, анау, мен саған услугам барлығы ішіне кіреді, все, соңғы үш орын бар, подпишись деші, вот прям осылай, неге таргетке шықшы. Блин, отвечаю заказның астына қаласың. Адамдар жазады саған ше. О болды. Типа, оған уже, сен ойлашы, оған макияжы кіріп тұр, оған киімі кіріп тұр, оған фотосессияның өзі кіріп тұр. И потом фотоны сразу бір күнде аласың, бір күн сразу фотоны біткеннен кейін саған сол күні бере саламын, болды. Фотоны бітеді, саған сразу бере саламын, болды. Примерно фотоларың мынандай шығады, сөйлеп жатқан кезде там монтаж жасап, мынандай фото деп шығарып қойшы, болды. Маған фотосессия керек қазір. Вот маған командам қазір айтады да, Кулан мырза келгеннен кейін сізге фотосессия жасаңыз дейді да маған. И потом қазір мен осы нишаны ойлап жатқан кезде ойландым осы моментті. Маған ақшасы бар адамдар көп. Просто ақшасы бар адамға сен нормальный предложение жасай алмайсың, болды. Мен никогда не смотрю на цены. Если предложение нормальное, жасайтын болса, болды, мен айтамын, все, ладно, хорошо. Иногда даже мен айтамын да, вот даже сколько стоит. Мен бүкіл нәрселердің бәрін жауап тұрса, все, ол мен оған құртатын уақытымды мен басқа жақтан ақша тауып аламын да, мен никогда өйтіп ойламаймын. Вот все, маған керек, ол нәрсені заказ беремін. Так, ойландық, видеода да осылай, типа, сен бүкіл клиентке решениесін тауып бер. Вот сол кезде сен болды, сен не боласың уже, уникальный боласың. И потом енді конкуренттерден, бізде не істеу, конкуренттерден отличаться ету мынандай. Отличаться ету үшін, достар, конкуренттерден отличаться ету үшін, сенің өзіңнің рубрикаң болсын. Рубрика мынандай, например, мен все-таки бір не болсам, фитнес-тренер болсам, мен участниктердің арасында олардың бір звездный час, типа бір нәрсе ұйымдастыратын едім да. Вот звездный час, типа рубрика звездный час. Мен шай бұрын осы жерге келгем, типа ана қыздың өмірбаянымен айтып. И прикинь, ол қыз телевидениеға шығады, концертте әсер алады да. И ана қыздар тағы да басқа участниктер сол жердің орнына тұру үшін и будет трудиться, жасайды. Ну, рубрика вообще көп ойластыруға болады. Бұл детальные разборы, бір кейстар, бір қуып, вообще бір гон, типа, все, гон. Рубрика гон, называется рубрика гон. Мен қазір аламда қуам. Типа, вот, мынандай жасаймын, былай жасаймын. Әртүрлі рубрикаларың болған дұрыс. Типа, мен өзімнің рубрикаларым жасаймын, байланыста Кулан мырза, подкаст, типа, осындай деген сияқты. Сіздің де өзіңіздің подкастыңыз болсын, бизнесіңізге байланысты. Иә, хорошо? Бұл қиын емес, ұялмаймыз. Мен айтам, бұған, типа, особо бір камера, там, типа, нандай керек емес. Вот алда, вот рубрикаңды басқа кетші, ол рубрикаңның ертең фанаты болады. Например, мынандай ғой, қазір қалаулы, типа, басқа нәрселердің фанаттары бар ғой, ол бағдарлама сияқты да, сен прикинь, сенің аккаунтыңның ішінде, типа, бағдарламалар болады да, елдер күтіп отырады, келесі сериясы қашан, мынау рубрика кім қашан шығады екен деп. И саған автоматически тағы да фанаттар пайда болады тағы да. Өзің рубрикаларың болсын. Бұл рубрикаларда, например, менде мынандай рубрика болған кезінде өзімнің командамдағы жігіттерге мен қыз іздейтін. Блин, елдің бәрі соны күтіп отыратын да. Вот, смотри, таргетолог Айдос зарабатывает столько-то, столько, ищем девушку. И реально қыздар, жеңгетайлар жазып, блин, мен сол жерде қалауым болып кеткен, серьезно ше. Мынандай қызым бар еді, давай таныстырайық деп ше.
бір мен просто прикол ретінде істеп көрген, бірақ елдер менен сұрап отты да, тип осындай нелерің бар ма, сендер нормальный адамсыңдар ғой, және нормальный адамдар жүреді, біздің қызымызды үйлендірейін деп едік дегендей сияқты тоже сондай нелер болған, приколдар болған. Мен бұны өйтіп ойламадым шыны керекші, бірақ кейін осындай неге жалғасып кетті. Немесе өзіңіздің достарыңызбен андай да бір рубрикалардан да ғой, түнгі чай, кешкі шай кезінде, либо кешкі шай кезіндегі әңгіме, либо там тойдағы әңгіме, қалақтардың андайы. Вот рубрика, блин, реально рубрика. Сен рубрика жасайсың, все, сен клиенттер тани бастайды, сенің нең өседі. Енді бізде қазір позиционирование анау деген жасайтын нәрседе, вот сен клиенттің орнына өзіңді қойып көрші, сөйтті соның проблемасын шеш. Ол уже болды, уникальный болады. Например, менде қазір қандай проблема бар? Мен қазір, например, мынандай мамандарды іздейтін да. Маған келсе бір адам, Құлан мырза, давайте, у вас есть продукты, мен қазір мен сатушы маманмын, мен сіздің заттарыңызды сатайын, и дайте мне от этого процент десе, мен спокойно келсем, айтам, давай, все, давай, кеттік. Давайте кеттік, все, давайте, кеттік. Бұл әртүрлі нәрселер бар да бұл жерде. Типа, мынандай да, еще, бет күтімінде, қыздарда бет күтімінде қандай проблема бар? Арзан продукция, немесе бетке аллергия, вот әртүрлі бойлар бар, соны сен клиенттің орнына өзіңді қойып көрде, соның проблемасын айт, все уникально болады сенде, хорошо? Енді менде сен қазір бизнес таңдайсың, басқа нәрсе таңдайсың, бірақ бизнестағы ең главный, мен үшін главный нәрсе, бұл бизнесте повторный сату болмаса, бұл бизнес емес. То есть, сен қазір машинаны аласың да, өзіңде бір машина бар, соны аласың да сатып жібересің. Бұл бизнес емес қой, сен просто өзің мүлкін сатып жібердің ғой, болды ғой. Ал егер де бизнеста повторный продажа болмаса, бұл бизнес емес. Важно, ойлан. Сен андай хайповый нәрселерді сатамын деп ойлама, бір услугаларыңды ойлан осы кезде. Бизнеста повторный сату болмаса, бұл бизнес емес. Бұл просто, там, типа, OLX-қа бір затын қойып сатасаған сияқты да. Между прочим, OLX-та да тоже нормальный бизнес жасауға болады, негізі. Повторный өтетін, повторный жасайтын. Все, енді қара. Повтор бізде қазір мынандай да, мен қазір SMM услугамен жаңадан айланысып жатырмын. Мен қазір бір стористі жаңадан жасайын деп жатырмын деген адамдар менде қазір аудиториямда көп. Либо қазір бір бизнесте өздері жасап жүрген, немесе маркетолог болатын адамдар, олар андай вид жасап алған, типа, я маркетолог, приходите, покупайте. Фиг тебе, вот сен одан сатып алмайды. Сен бірінші клиентке өзің бару керексің. Ол через какие-то лид-магниты, через какие-то бесплатные консультации, бесплатные разборы, бесплатные курсы, бесплатные какой-то тестовики, все. Вот, сен мынаны білші, тоже менің өміріме бір жақсы келген инсайттың бірі. Вот мен даже қазір, егерде осы марафон, немесе курстардан дым таппасам да, даже бір клиенттен мен дым таппасам да, мен қазір басқа жаққа рекламаларға жұмсағаным болуы мүмкін ғой, просто мен пример айтып отырмын. Бірақ сен даже бір клиенттен консультациядан дым таппасаң да, дым таппадың, вообще ақша да ноль. Сенен ол клиент тағы да сатып алады и достарына айтады, блин, осыны біліп аш. И сенің фанатың болады еще ол, айтады, ё-моё, мен қараш, инстагрантин жасадым, в тот момент мне подписались где-то, 1000-1200 человек, но это реальные люди, которые прям, андай, да, прям маған қызығып, тематика қызығып, потому что люди охотно рекламировали у себя в сторисе меня. То есть, Құлан мырза өткізіп жатыр, келіңдер, а мен одан дым тапқан жоқпын. Но потом тоже жасадым да. Енді қара, сенің бизнесіңда сен клиенттен бірінші алғашқы клиенттен дым таппасаң да, ол возможно сенен обратно келеді. Мен жаңадан бастаған кезде консультациямды бесплатно өткізе беретін. Блин, были такие дни, когда
прям отырамын да, телефонда отырамын да, бәркім запистер бар да, консультация, типа, анау нелерім, консультация, адаммен сөйлескен жақсы да, негізі, адаммен сөйлескен кезде сен, прикинь, ол сен әлі сен сатып алған жоқ, просто консультация. Мен 10, 15, 100 адамға сондаймын, и прикинь, 0 продаж, ешнәрсе жоқ. Неңді, анау не, настроение түсіп кеткен, блин, не қыласың деп. А кейіннен естіп атасың да, то, что, блин, мен кезінде звондап едім ғой, сен разборап едім ғой, давайте счет жіберші, мен сатып алайын деп едім, немесе мен анау досым сізге айтып еді деп. Через какое-то время, қазір коронавирус қалай бүйтіп геометрический прогрессиямен өсіп жатыр, сол сияқты сенің клиенттерің де солай өседі да, сен ол үшін жасай бер осы нәрселерді. Қазір сразу сатуға ұмтылмасаң да, сен адамға польза бер. Вот сен бір клиенттен дым таппасаң да, сенен ол адам тағы сатып алады и достарына айтады. Вот главный тоже инсайт, я хорошо біліп ал. Так, менде тағы да клиенттердің проблемасын шешуге, клиенттердің типа бізде қазір енді сторис түсіріп жатсыздар, пост жазып жатсыздар, қуып жатсыздар, но это нормально. Енді қазір бізге чуть-чуть узко таңдау керек болады, бірақ сіз әлі таңдамасаңыз уайымдамаңыз, біз әлі таңдаймыз, қараңыз. Енді мен мына нәрсеге бізде кейбір маркетолог сымақтар деп айтам, типа мына сөзді жақсы көреді, целевая аудитория, SMM, таргет, ема, воронка продаж, CRM, мына жақпен былай деп. Айналайын, қарапайым ойланшы, қарапайым. Маркетинг қиын емес. Маркетинг ол деген сөз, сен біреудің болын білесің, решениесін айтасың, болды. А это через какими-то путями разницы нет. Қалай жасайсың, қалай барасың. Мен мына нәрсеге қарсымын да, то, что сен прямые продажи жамшут дейдің, типа, там, самса 150 дейдің, бірақ қараш, сен прямые продажыда егерде өзіңнің пост жазып жүріп, енді осындай тематика келін, енді қарасың, посттарыңда жайлап алып келатсың ғой, енді бір темаға келді, мен психолог болсаң айт, кезінде там күйеумен ұрысқа едім, енді осындай жағдайға жеттім, давайте, осылай, не надо, айтуға болмайды, типа, мен саған қазір сатам, ары бер, анау, 990 теңге деп сразу айтпай қой. Айт, давай, мен қазір алғашқы солай болмас үшін алғашқы 3 адамда консультация жасасам болады. Давай келіңдер. Консультация жасау барысында клиентке сатасың, енді ұйықтатасың. Консультация жасап жатсың, сол кезде ұйықтатасың, хорошо? Вот бұл SMM услугаға, фриланс услугасына, кез келген услугаға келеді. Сен қарапайым ойлан, больді табасың и больдің шешімін бересің. Бұл әркімнің ішінде бар. Хорошо? Әркімнің ішінде бар. Ойлан. Қарапайым ойлан. Никогда не надо, типа, бар, деп. Бірақ конкуренттеріңе қарай, Енді, достар, через какое-то время бізде осы пост жүргізіп жатыр, сторис жүргізіп жатыр, оларды ақшаға айландыратын кез. Ну, то есть, ертең ар күні ма, мен айтамын, қалай екен. Вот монетизация, яғни аккаунтта сенің подписчиктерің, қазір сен құр босқа бір нәрсені салып атқанмен сен ойлап, типа, не воздух ты работаешь. Сен серьезно айтамын, қазір сен бір аспанға атып атқан жоқсың. Сен қазір шынымен бір нәрсені алға жылжытып атсың да. Бұл монетизацияға адамдар қай кезде ақша төлеуге дайын. Өмірін өзгерткісі келсе, типа, жаңағында арттағысы келсе, там, типа, ойын өзгерткісі келсе, там, бизнеспен алғысы келсе, маркетинг жасағысы келсе, вот решение проблем, бұл жерде енді решение проблемға, наверное, бұл бизнестер келеді. Любой бизнес, типа, мен гүл сатамын, мен басқа нәрсе сатамын, енді мен гүлді сататын болып шештім деп аудиторияң бар болса, сен уже вот сен решениені айтасың, проблемасын жасайды. И қиын затты оңай қылып түсіндіру. Бұл мынандай да, бізде маркетологтар, басқа да қазір үлкен тренерлар, если честно, қиналып жатыр да, өйткені олар қарапайым затты қиын қылып түсіндіреді, жаңағында менікі бенчмаркетинг деген сияқты, ойбай, мынандай маркетинг, андай маркетинг. Мен из-за того, что қарапайым түсіндірем, вот у меня маған адамдар сенеді, ол монетизация жасаса болады. Қарапайым затты оңай қылып түсіндіру керек. И практикалық советтер, бұл, наверное, через какое-то время болады сізде. Вот мен мысалы көп путешествие жасасам, мен айтам адамға, саған айтам, мен қазір саған арзан жасаудың
саған давай мен саған нені консультациясын жасайын, практикалық совет. То есть советтің өзін сатуға болады. Час стоит сондай. Кешегі кредит дамудан кредит алып беремін деген қызды білесіздер ғой. Вот ол қызда бір сағатын айтуға болады да, мен саған қазір давай консультация. До того, как бы заказать мою услугу, давай сен менен қазір консультация алып көр. Консультация стоит час, там, 3000, 2000. В тот момент еще продажа болады. Вот осы нәрсе сатуға болады. Инсайды. Бұл енді инсайды, наверное, бұл енді бизнес-тренер, анау-мынауға кетіп қалады, но бұны да қолданса болады. Комфорт. То есть бұл андай ғой, анау инсайт, нәрсені сатты ғой бізде, Қуаныш мырзалар, Америкадан мен неден тренингтен алған инсайттарымды сатамын деп бізде не жасадық қой, біз форум жасадық. Сол кезде вот біраз адам сол инсайтты алу үшін бізге келді сол моментте. Вот тут тоже можно использовать. Хорошо? Тоже можно использовать. Но только Қуан мырзаның там инстакарантинен алған нәрселерді сатам деп сразу не надо. Блин, это тупой момент. Бұл сенен қайта қайталанатын бизнес емес. Бұл сен бір-екі рет сатасың, там 2000-3000 теңге сатасың, но өшеді. Сен қайтадан нең өшуі мүмкін. Лучше нормальный нәрсе қолдан. Так, комфорт. Так, комфортты тоже сатуға болады. Бұл комфорт кәдімгі. Сен мына жерге барған кезде вот комфортно тұру үшін осындай советке кетіп қалады да. Комфортно деген сөз қалай жақсы өмір сүру керек, қалай үйді жақсап, жаңағы бізде Айгүл ханым бар, үйді қалай расставлять ету керек, адамға комфорт болу үшін. Любой адам комфорт жақсы көреді. Осыны не қылу керек, тоже сатса болады. И результат үшін. Нам бәрі монетизация, результат үшін сен аккаунтыңа монетизация жасаң болады. Мына решение проблемы жаңағы бізге нелер келеді, жаңағы SMM услуга, фриланс, неше түрлі нәрселер келеді. Енді достар, маған Қуан мырза, маған жеке бренд керек емес, маған нафиг жеке бренд деген сияқты бір адамдар болған жоқ, бірақ примерно сондай ойың болса, бір-екі адам көріп қалдым, и маған былай айтады, мен Қуан мырза, менде бизнес аккаунт, менде маған жеке бренд керек емес десең, сен ойлап қателесесің, потому что жеке бренд дамыса, сен бизнесіңді дамиды, сен любой бизнес аша бересің. Вот, жеке брендті саған керек, сен қазір жұмыс істеп жүрсең, не любой, сендегі бір работа бар, бірақ ол карантин бітсе, сен сол жұмысқа шығып кетесің, бірақ сен жеке брендтің өзің блогыңды жүргізіп жүрсең, сен любой момент бастығың айтасың, пошел нафиг дейсің ғой, пошел нафиг, мен нем бар, мен блогым бар, мен өзім жұмыс істей аламын дейсің ғой. Болды. И өсу әрдайым. Сен аудиторияң өсет, бір нелерің, рахат да бұл, саған рахат, сен әрдайым өсе бересің, контентті әрдайым жүргізіп отырсаң. И у тебя есть репутация, имидж бар сенде, сенде осы жеке бренд соған керек. И сен бір бизнесің өшіп қалса, сен қорықпайсың сен, ол бір бизнесің өшіп қалса, қорықпайсың, потому что новый бизнес ашасың, сенде аудитория бар ғой. Сен, мысалы, мен қазір аудиториям бар, наверное, бір аудиториям бар, ол аудиторияға мен қазір барып, басқа бір нәрсе сатып кетсем, оған ол удобно болуы мүмкін, оған сатып алу мүмкін. Ол нәрсе сатып алу мүмкін. Вот мына даму хелпқа уже құдалар түсіп жатыр дейді. Пока тегін полезный ақпарат беріп жатырмын дейді. Все хорошо. Сен басқа 2-3 бизнес аша аласың. Вот жеке брендті дамыту керек. 2020 жыл, достар, Қазақстанда жеке бренд, например, мен қазір SMM саласында 1-2 мамандар бар, бірақ қазір SEO саласындағы маман, сайт жасайтын маман деп айтатын мамандар, мен ешкімді айта алмаймын ондай маман. Жоқ ондай мамандар. Менде қазір 2-ақ минут қалыпты, бұл эфирді сақтап қоямын, и қазір эфирге қайтадан кірем. И давайте дальше продолжать, достар. Нереально күшті кетіп жатыр, потому что мен аудиторияны сезіп алдым, сіздер де мені сезіп жатсыздар. Так, жалғастырамыз. Мен қайтадан кіремін. Так, достар, молодцы, достар, жиналамыз. Нормально ғой бәрі да? Там
там типа баламды оқытам, ой, типа баланы қайда оқытам, қазір тағы да 1 сағаттай примерно уақыттарыңызды аламын. Почему меня отмечают в сториста? Сендер сабаққа кірсеңдерші, не үшін отмечаете меня в сторис? Либо мен тікелей эфирден какие-то фрагменты у себя выкладываете. Блин, бастығыма солай айтатын күнді күтіп жүрмін ше дейді. Жоқ, ол серьезно, да? Ол менде жалдамалы жұмыс болып жұмыс істеген ғой. Вот иногда бастықтар нагревают. Мен үшін ең бірінші команда маңызды да. Мен үшін команда маңызды. Мен командама вот в период даже карантина стараюсь какие-то там задания давать, мен стараюсь дать возможность заработать, но иногда просто кейбір бастықтар нагревают, и из-за этого прям хочется так сказать. Ну, сол үшін жеке брендті дамытуларыңыз керек. Так, ребят, сейчас еще где-то час будем заниматься, но прежде чем начать, давайте все встаем. Барлығымыз тұрамыз. Да, бүгін енді барынша өзімді салып жатырмын, но сіздер түсініп алдым. Барлығымыз тұрамыз, да, все, опять будем делать приседания. Кім не қарап тұрсыздар, давайте, тұрамыз, барлығымыз тұрамыз. Біреу, 10 рет жасаймыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Су ішіп аламыз, бүйтіп кішкене аламыз. Там уже екінші сағат кетіп жатыр, то есть екінші сағат басталып жатыр. Все, жасадым дейді. Все, ары қарай барамыз, достар, ары қарай барамыз. Жасадым. Вообще, красавчики. Мен, если честно, вас обожаю. Мен өзім аудиториямда, именно осы аудиторияны обожаю. Все, дальше пошли, да? Вот жеке бренд керек дедім, вот әрдайым жұмыстан шығасың, жаңағы бастығыңа, там типа, пошел нафиг дейсің ғой, короче, все, сен берген 100 000 теңге керек емес маған. Мен оны инстаграмда табамын дейсің ғой, айтасың ғой. Жұмыстан қусаң қуа бер дейсің ғой. Так, өсу, әрдайым өсесің, и новый бизнес, репутация, имиджің болады деп айттым. Так, новый бизнес, то есть бір бизнесің болмай қалса, әртүрлі бизнес аша беруге болады. Жеке брендті дамып қазірден бастап қолға ал. И ешкімге қарап отпайсың. Тек сен бар, өзіңе сенесің, болды. Өзіңе сенесің, вот сен ешкімге қарап отпайсың. Жеке бренд осылар үшін саған керек. Өзің ғана барсың, и сенің бизнесің бар, әрдайым новый бизнес аша беруге болады. Біреуге вообще там типа коллаборация жасаса болады. Нереально, жеке бренд сізге керек. Енді қараңыздар, достар, жеке брендті дамыту үшін бізге вообще мынандай нәрселер керек. Фото, обработка, дизайн. То есть мен бұларды айтам әлі, да? Фотоны қалай обработать етеміз, дизайнды қалай жасаймыз, алдағы сабақтарда болады. Вот вообще бұл өміріңдегі сенің 5 000 теңгеге сатып алған ең дұрыс вложениең болады. Я в этом уверен, потому что мен нереально саған контент беремін, нереально нәрселерді беремін. Вот мен тыңдап алып қара. Жеке бренд, фото, обработка, дизайн, и екінші тексті қалай жазамын? Тексті дұрыс жазамын. Ойбай, мынандай текст, маған қазір копирайтерлік сабақтарда андай бар да, ойбай, тексті былай жазу керек деп, и әдебиет қылып жібереді да, тексті жазған кезде, әдебиет қылып жібереді. Мына жерде текст Гүлмира деген ханым бар, сіздің текстіңізді әдебиетмен ренжімеңіз, просто айтайын. Әдебиет сабағы ешкімге қызық емес. Тексті қазір жазудың өзінің жолдары бар, оны мен тоже айтамын. Вот лид магнит, то есть сіздің лид магнит, наверное, менің бесплатный курс деген болды ғой. Бесплатный курсты қалай типа келіңдер, бесплатный курсқа келіңдер, тегін дедім, вот осы лид магнит, то есть какой-то бесплатный продукт. И сайт или таплинк, өзіңе сайт жасайсың, таплинк жасайсың. И таргетті тоже үйретемін, таргетті запускать ету. И сату маманы қалай дұрыс жауап беру керек, қалай дұрыс жазу керек,
дұрыс жазу керек, дұрыс сату керек, өзің болсаң қалай дұрыс сату керек, қалай дұрыс жауап беру керек, клиентті қалай жабу керек деген сұраққа жауап беремін. И потом продуктовая матрица, наверное, любой бизнесқа керек бұл. Сенің жаңағы SMM услугаңда арзан нәрседен басталып, и үлкен заттарға үлкен чекке. Например, мен продуктовый матрица мынандай. Бесплатный какой-то инстакарантин, и марафон, и полный курс, и личная консультация, и жеке коучинг. То есть жеке коучинг, маған келетін адам уже 1 миллионға дейін барады. То есть мына курстың өзінде мен басталмай жатып, менің 1 миллион теңгелік консультацияма 2 адам жазылды. И то олар білмеймін да қалай болды. То есть әр адамда сондай продуктовая линейка болған дұрыс, потому что кейбір адамдар 5 мың теңге төлегісі келмейді, олар миллион теңге төлегісі келеді. Вот маған сөйтіп айтты, кәдімгідей сөйтіп айтты. Вот Құлан, маған миллион теңге мен үйретті, болды. Ладно, хорошо. Я не против, онда төлеп жатса, не жатса. Мен ондай, то есть сіздерде де сондай адамдар болады, потому что есть такие люди, которые любят просто VIP-продукт. Мен, например, тоже сондай адам. Мен, мысалы, сондай адам. Я всегда покупаю дорогие вещи, бір қымбат нәрселерді алған жақсы көремін да. Ана курстарға барған кезде сразу VIP-пакетін аламын мен, сразу VIP-пакетін аламын, потому что андай маған қызық емес та, VIP-пакет маған кішкене қызық та. Вот сонда аудитория бар екен шынымен. Ана бір кітаптарды оқыған кезде, бір маркетинг жайлы кітап оқыған кезде сол түсіндім да, то что есть такие люди, которые всегда покупают VIP-продукт. Ол андай бір мақтан үшін емес, ол ақшасы барлан емес, ол сондай аудитория бар. Вот сол аудиторияны тастап қалу керек. Сіздің қазіргі продуктыңыз өтпей жатса, типа 990 теңге өтпей жатса, бір 5000 теңгеге өтпей жатса, возможно, ол бағасын көтеру керек та, болды. Серьезно, менде сондай инсайт болған өмірімде. Менде сондай инсайт болған. У меня когда-то стоил коучинг 200 тысяч или 50 тысяч, мен сондай алатын да адамдардан. И өтпейді, елдерге жалынып, ойбай мынандай. И как только мен бағам миллион теңге болды, у меня посыпались люди, серьезно. Блин, Құлан мырза, коучинг деп, потому что андай да, сондай адамдар бар екен. И тағы андай бізде инсайт болған. Бізде бизнестегі алғашқы қадам деген менің курсым болған. Нереальный курс, вот тоже менің қазір айтып отқандарымның енді где-то 80% сол жақта бар, но бірақ менде қазір нақты новая информация бар ғой. И сол курс менде 10 мың теңге тұрды да басында. И өтпейді дана курс, ема, надоелші кетті. Думаем, командамыз тұрады, наоборот, бір маркетолог сияқты біреу бар, я его уволил просто. Бір дебил ма, сондай бір адам болды, тыңдап отсаң, сен ты дебил просто. Ренж қалмасын, просто сондай болды да. Маған айтты, Құлан мырза, бағасын түсіру керек, 2000 теңгеден 990 теңгеден деп түсіру керек дейді да. Блин, в тот момент я подумал, нафига мен түсіремін? Оның да вообще ценности 300 мың теңге тұрады. И біз алдық та 35 мың теңге көтердік. Блин, наоборот, продажа өсіп кеткен ғой. Сондықтан ол продуктовая матрица, продуктовая линейка, кішігірім воронканы жасау өте маңызды. Хорошо, осы жеке брендті сіздерде дамыту үшін, сізде жеке бренд дамыса, сіз хоть өзіңіздің бизнесіңіз, хоть фриланс, хоть, маркетолог, всем барлығына керек мына нәрсе. Хорошо? Вот барлығына керек нәрсе. Вот осыны жасаймыз. Енді жеке брендті дамыту үшін, мына нәрселерді жасау үшін, сен либо өзің жасайсың, я понимаю сейчас, андай адамдар болады маған қазір. Құлан мырза, мен сайт жасай алмай жатырмын. Құлан мырза, мен қимылдамай жатырмын. Мынау, не үшін мен қимылдамай жатырмын деп барлығын маған ответственность алатын адамдар бар. Группаның ішінде, осы ненің марафонның ішінде. Мен оларға бүйтіп айтамын. Сен просто қазір білімің бар. Просто сен бұзылып тұрған машинасың да қазір. Қолданбаған білім, бұл бұзылып тұрған машина. Гаражда андай машиналар болды, бұзылып тұратын ше. Бұзылып тұратын машиналар болды, қолданбайды өзім білімін. Мен что-то қимылдамай жатырмын, что-то мен түсінбей жатырмын, мынау деген адамдар. Сен ал, видеоны қанша рет тағы да 1-2 рет көр. Мен айтқан нәрсе, мен кәдімгідей шайнап беріп жатырмын, мен қалай айтамын басқа? Мен шайнап беріп жатырмын саған, мені осыны жасашы, осыны істеші деп. Хорошо, сен біліп ал, мен сондай адамдарды, вот мен, маған бүгіннен бастап, Құлан мырза, менде ондай, мен қимылдамай жатырмын деген адамдар, вот бұзылып тұрған машина олар, все.
бұзылып тұрған жигулисің сен, шестеркасың, білмеймін жаңағыдай, пятеркасың, просто жүрмейсің сен ешқашан, болды. Бар ғой білім, айттым ғой, қолдан сай соны болды ғой. Мына бұзылып тұрған машина болмасын никогда. Енді қарасау, жеке брендті дамыту үшін, жасау үшін, сенде екі вариант бар, бұл өзің жасайсың, или командаң жасайды саған қазір. Өзің жасайсың. Но скорее всего сен басында барлығын өзің жасайсың. Пытайся, жаса, бойға кір деген сол, бойға кіріп алып, деп мен саған келіп алып, ойбай, шабамыз деп келдіңдер ғой, вот осы нағыз бой. Здесь трудно, серьезно, я понимаю, трудно. Ананы там типа пытаться сайтты бүйтіп, ананы жасау, аваны менять ету, ана стратегияңды ойлану, позиционирование ойлану. А что ты хотел? Сен оңай ақша қаладың ба? Оңай ақшаны қаласаң, барда, білмеймін, банк тона, фальшивка ақша жаса, принтер сатып ал да, фальшивка ақша жаса, соны қырқып, сондай ақша жаса. Но извини меня, если ты нольсың ба, надо разбираться, надо вникать, надо, түбіне жетіп, шұқылап, оны көр. По-другому никак. Мен осы нәрсеге, осы жермен 8 жыл, 10 жыл, я просто ночами сидел, что-то, рисовал, не понимал, открывал в интернете какие-то статьи, какие-то видео. Саған, маған андай сұрақ қойған, тоже кей кезде эфир барысында, марафон барысында, мынандай сұрақтар болуы мүмкін да, мынандай терминдер болуы мүмкін да, сен білмейтін, типа автоворонка, продуктовая линейка, бенчмаркетинг. Google тұр ғой, Google тұр. Анау сериалды іздегенде бәле дейсің, сериал, киноны іздеген кезде обязательно бесплатный версиясын тауып аласың ғой. Бесплатный версиясын любыми путями тауып аласың ғой соны. Вот алда оқы интернеттен. Типа маған қазір бір нәрсені сен білмей жатсың ба, оны көр, серьезно, интернеттен көр. Ол қиын емес ол нәрсе жасау. Сен соны примерно вникать етесің, жалап, алға жылжисың, вот будешь понимать вообще все это. Хорошо? Енді сондай адамдар бұзылып тұрған машина, все. Енді бізде личный брендті қазір жасау үшін, өзімізге личный бренд, жеке бренд жасау үшін стратегия и дайындық. Вот стратегия и дайындықта біз позиционирование, жаңағы бір нені таңдау. Сен қазір бизнесің бар болса да, вот стратегию всегда строй стратегию. Вот жаса өзің, қайқа бара жатсың жаңағы нәрселерді. Мен тағы да айта кетемін осындай. Примерно сен қазір басында каша болып жатса да, мен түсініп жатсың деп ойлаймын, потому что мен по-другому саған түсіндіре алмаймын. Визуальный контент саған керек, сатылым және өсу, типа сату керек и өсу керек саған. Продвижение бұл таргет, блогерлармен жұмыс, тегін продукт жаңағы айттым, тегін продукт керек бізге, лид магнит. И stories, пост 360 контент, бұл IGTV, прямые эфир, осының бәрін қолдану керек саған. И текстті жазу. Текстті жаза алмаған адам қазіргі маркетолог, любой бизнесмен, маған қазір айтшы, кез келген жақсы бизнесменді айтшы, любой адам, ол адам текст жаза алады. То есть текст жазуды бізге тоже надо уметь. Осы нәрсені жасаймыз. Енді қара, личный брендингті дамыту үшін, қазір сенің жеке брендіңді дамытып, либо бір нәрсені сату үшін, саған керек мамандар. Сен қандай сайт жасайсың, сайт жасайын деп жатсың ба, либо там бір марафон өткізесің ба, сен өзіңнің бизнесің бар, бірақ саған керек мамандар, мынандай мамандар. Қазір любой бизнесқа керек мамандар деп ойлаймын мен өзім. Мен вообще жеке брендті, ол бизнес деп ойлаймын да, болды. Сен жеке бренд жоқ па, сенде бизнес особо так слабый бизнес та ол. Так, сайт жасау маманы керек. Вообще любой неде фотограф, там видео, бір камера болғанда, енді сен қазір типа мынауың бәрі маған керек екенін деп қуып кетпе, просто в будущем имей в виду осы нәрселер керек болады саған. Там дизайнер керек, таргетолог, и копирайтер, и какие-то специалисты, там типа воронканы құратын, рассылка жіберетін, там типа мынандай аккаунтты ашып, адамдарды марафонға кіргізу деген бір неше түрлі, там типа сату мамандары, осындай мамандар саған керек болады. Осындай мамандар керек болады. Можешь заскринить, осындай мамандар керек болады саған. И все. На этом, достар, мен личный бренд, там, позиционирование деген тақырыпты толық жабам. Все. Маған саған тағы да вопростарың болса, ойлан, көр,
вообще жеке брендпен айланыс. Мен 14 сторис, бір пост деген нәрсені по приколу айтып жүрген жоқпын. Сен қазір сала бересің, мен потихоньку буду тебя исправлять осы сабақтардан. Типа уже сторисқа не салу керек, постты қалай жазу керек деген сұрақтарға мен саған жайлап сабақтармен айта кетемін. Сонда сен уже бұлай істеу керек еді ғой деп түсінесің де уже. А оны бірінші айтып алып, енді бар істе дегеннен гөрі бірінші істеп алып, оның қатесін түзінген вот намного эффективнее. Мен всегда қолданатын методика. Поэтому всегда айтамын да, мен всегда бойға жіберемін бірінші адамды. Так, енді упаковка. Бізге енді нені позиционирование жасадық, ананы жасадық, мынаны жасадық. Енді теперь давайте упаковка. Упаковка. Енді өзімізді упаковка жасайық. Оформление аккаунта, шапкамызды түзейміз, аватарымызды түзейміз, фирменный стиль, хайлайт, мәңгілік сторис и мультилендинг. Ну, то есть бұл ссылка болатын жерлерді жасаймыз. Енді маған қазір маңызды зат. Осы аккаунт ішіндегі бір нефтему, там, ұлмекен 0145, там, Арай Айдана 1715, там, замена точка, нижний пробел, масло точка, ойл, бір нәрсе дегендер барлығын уберите нафиг, аттарыңызды өзгертіңіздер. Там простой адок, бір нәрсе. Атты можно делать как-то по-своему, да? Желательно без пробела, без ничего. Вот сон атты қойып алыңдаршы, потому что личный бренд осы аттан басталады. Сен аккаунттың, прикинь, сен қазір неге барасың, бір мероприятиеде бір жерде жүрсің да, сен сөйтеді да, сен аккаунтың қандай дейді да, сен бүйтіп жатасың, короче. Ұлдана, там 1705, нижний пробел, сосын точка қоясың, сосын кизетті басасың дейсің. Блин, ауыл ғой бұл, колхоз. Сен нормальный аккаунт жасасай болды өзіңе. Нормально ат жаса. Типа маған айтпа, ол ник бос емес, ол ник не емес деген. Вот аттан басталады нормальное продвижение, аккаунттың атынан басталады. Аккаунттың атын мен телеграм каналында мен еще раз скину в WhatsApp, сояқтан көріп ал қалай жасау керек екен. Хорошо? Домашнее задание исправить свое имя тоже. То есть атыңды жасау. Хорошо? Екінші, вот оформление аккаунта, мыналардың барлығын мен қазір айтып шығатын боламын. Маңызды зат вообще осы жердегі қазір маңызды заттарды айта кетемін. Вот шапканы айтамын, аватарды айтамын, хайлайтс айтамын, то есть мәңгілік сторисқа қалай заттарды қою керек, оны қандай заттар жазу керек, и ссылканы қандай қою керек, и IGTV. IGTV-дің, между прочим, қазір ешкім онша мощный білмей жатыр. В конце сейчас урока я тебе расскажу. Блин, мощный құрал по идее. Енді бізге название аккаунта, то есть аккаунттың атын белгіледік. Енді аккаунттың атын белгілеген кезде бізде мынандай жол бар тағы да. Көп адамдар ол жерге фамилиясымен атын жазып қояды, немесе бір символдармен адамның аттарын жазып қояды да. Менде мына жерде қазір бар ма? Қазір. Так, мен бір скрин жасап едім. Вот. Мына жерде қараңызшы, на аккаунтта фрилансер дефектологист деп жазып қойыпты да. Фрилансер дефектолист деп жазып қойыпты мына кісі бізге неге қатысып жатыр, марафон қатысып жатыр. Осындай символдар болмау керек, потому что фрилансер дефектолист деп. Бұндай символдар болмау керек из-за того, что потому что бұл жердегі ат бұл неге әсер етеді? SEO продвижение, то есть елдер іздеген кезде, фрилансер деп іздеген кезде, вот олар сені осы жерден сені осы арқылы табады. Ал мынау жаңағындай нелермен жазып қойғаннан кейін, типа нелермен жаңағы символдармен жазып қойғаннан кейін, ол Инстаграм оны көрмейді. Сол үшін ол жерге ат пен фамилия жазғаннан көрі, ат пен фамилияны по идее неге аккаунттың атына жазып қойсаң болады. И бұл жерге позиционирование точное, то есть там точное позиционирование жазу керек. Цепляющую фразу, какую-то цепляющую фразу, типа таргетпен күніне там 300 клиент алып келем деген сияқты, либо таргетпен осынша ақша таптым, таргетпен осынша ақша адамды үйреттім деген сияқты. И өзіңіздің нишаңызды
в целом жазып қоясыз осы жерге, хорошо? То есть шрифт, обычный шрифт болған дұрыс. Андай символдар қойып, типа компанияңыздың аты там Diamonds бір нәрсе болса, Diamonds бір нәрсе деп жазып қоймаңыз, ол керек те емес. И мен ана жерге фрилансер деп жазуға да тоже өзім против болатын, потому что қазақтар көп нәрсе фрилансер деген нәрсені түсінбейді. Именно сен чем занимаешься, вот именно узко, там сайт жасау маманы, там сайт жасаймын деген сияқты. Вот сен Инстаграм сен керек адамдарға көмектеседі. Сен сол жерге нормальный нәрсе жазып қойсаң, өзіңмен айналысатын. Инстаграм саған көмектеседі. Так, Айгүл, сен сайт жасайды екенсің ғой, мына жақта сайт іздеп жатқан адам бар деп соған сен контентіңді көрсетеді. Бұл жер маңызды, хорошо? Енді шапка. Шапкада елдердің барлығы жасайтын бір қателік бар. Шапкада, то есть бізде ана жерде адамдардың аттары белгіленіп тұрады да, и еще деп басылып тұрады ғой, еще басу алғашқы 3 строканы көрсетеді. Енді 3-ші строкада call to action жазған маңызды. Менікі сияқты. Типа, Құлан мырза шапалақ ұрып қойғам. Құлан мырза, екінші там типа, не деп жазып қойғам? Instagram маркетолог, продюсер Instagram маркетолог, и 3-ші строкада тегін курс деп тұр да, ол любой адамға көрінеді. Сен қазір страницаға кірген адам, ол үшені баспайды, ол скорее всего. Сол үшін 3-ші строкада сенде call to action, міндетті түрде адамды іс-әрекетке итермелейтін бір термин тұрған дұрыс. Ол лид магнит, тегін скачать етіп ал, тегін консультация, тегін бір нәрсе. Ол 3-ші жолда міндетті түрде тұру керек, хорошо? Хорошо, түсіндік. Шапка, достар. Шапканы бізде елдер 45 жыл ауыстырмайды, сол шапка тұра береді. Шапканы ауыстырып тұр. Типа, шапканы ауыстырған кезде менің продажам да өзгереді, мен оны байқаймын, потому что шапкадағы әңгімеге байланысты. Потому что ең бірінші аккаунтқа кірген адам, ол примерно сенің шапкаңды көреді. Шапкаңды ауыстырып тұр, ойлан қандай зат болу керек екенін. Енді бізде шапкада 150 символ болу керек. Ол жерге не жазамыз? Цифры и факты. То есть мен былай жазып қойсам болады. Мен қазіргі өзімнің курстарымның барлығын өткен адамдардың саны где-то 5000-нан асып кетеді. То есть 5000 адамнан аса адамды мен оқытқам өзімнің курстарым арқылы. И конкретно, чем ты занимаешься? Конкретно. И юмор, бір провокация жазуға болады, типа типа против конкурсы бар аккаунттарға қарсымын, жұлдыздарға қарсымын деп бір нәрсе жазып қойсам болады, потому что ол сол арқылы саған адамдар келеді. Өтірік асыра сілтеу керек емес. Либо там типа мама троих детей, мама бір нәрсе, ана мынау деген өтірік типа символдар бір нәрсе керек емес. Конкретно жазып қой. Шапканы ауыстырып тұруға болады, хорошо? Осы жерде сұрақтар бар ма? Мен кешіктім дейді. Кешіксеңіз записін көресіз, ничего страшного нет в этом. Сұрақтар бар ма, достар? Түсінікті болып жатыр ма? Ары қарай жалғастырамыз. Все. Енді, достар, ава тоже маңызды. Бізде көп адамның авасын қарап шықтым. Блин, извините меня, бір аваларыңыз кішкене сәйкес келмейді. Манго, мускат тұр. Блин, мангоның суретін қойып қойған непонятно. Аваның өзінде прям понятно бір нәрсені жазыңыздар. Қойыңыздар. Вот тартымды ава, тойдағы сурет емес, басқа да бір білмеймін, аппақ фондағы нәрсе емес, бір желательно жақсы суретіңіз толық көрінген, либо сіздің бизнес аккаунтыңыз болса, ол бизнесіңізді сипаттайтын, например, там дом шаров деген бір логотип жасатыңыз, жаңа Каоргтан 500 рубль, 200 рубльға жасатуға болады. Хорошо, осы жерде алыңыздар да жасатыңыздар. Немесе мына сайттан жасап алсаңыздар болады, мен сізге айтам. Бізге хайлайт бөлімі бар, хайлайт, то есть stories, мәңгілік stories бөлімі бар. Бұл жердегі нәрселерді flaticon.com сайтынан ала аласыздар. flaticon.com бесплатный нәрселер де бар, платный нәрселер де бар. Осы жерлерден өзіңіз ала аласыз, хорошо? Замена mk.oil вообще
ужасный аккаунт, если честно, ауыстырыңыз, иә. Вот мынау сайтты осы жерден, мынау вечный стористарды осы сайттардан аласыздар. Енді мәңгілік сторисқа не саламыз? Мәңгілік сторисқа не саламыз? Вот идея бар. Идея бізде мынандай, міне. Цены и акции, услуги и предложения, отзывы клиентов, условия, сұрақ-жауап бөлімі, факты и пайдалы инфо. Например, доставка, адрес деген нәрселерді осындай жерге салып қойсаңыздар болады. Отзыв обязательно салып қойыңыздар, хорошо? Я Canva'да да жазса болады. Но идея сіздерге қайлайды бөліміне не салу керек. Енді ссылка. Обычно бізде ссылка жерінде адамдарда біреуінде таплинк тұр, біреуінде еш нәрсе тұрған жоқ, біреуіне өзінің сайты тұр. Мне кажется, қазір нарықта вот таплинктен асқан сол жерге бір навигация жоқ. Блин, таплинк офигенный сервис. Вот Костя деген бір жігіт бар. Вот мен лично оған осы таплинк үшін вот рахмет айтамын. Несі основатели, вот красавчик жігіт. Вот taplink.ru. Таплинкті білесіздер, соны жасаңыздар. Міндетті түрде. Мен неге осы аккаунтке таплинктен қалай сайт жасау керек екенін жасаймын. Таплинк бар барлықтарыңызда. Көбіліктеріңізде бар, бірақ сол жерде сіздер жазыңыздаршы, пожалуйста, вот о себе, варианты, сочный қылып жасап қойыңызшы. Вот ол сол нәрсе прям күшті да. Енді біраз жерлерді айтып жүр, бірақ таплинктен асқан қазір күшті нәрсе жоқ. Вот таплинкпен жасап қойыңыздар, вот WhatsApp, там какие-то скидки, видео, вот бесплатные материалы, вот бесплатные нәрселер. Вот хорошо, вот соны жасап, таплинкті жасап қойыңыздар. Мен подробно видеоны, обзорны тоже видеоларға салатын боламын. Енді қараңыздар. Не ол непонятно сізге. То есть ол жерде ссылка, аккаунтыңызге ссылкалап қоясыз. Ол әртүрлі услугалар болады, мен видеода көрсетемін тағы. Енді таплинк деген не деп жатыр? Вот таплинк деген не деген сұрақ келіп жатыр. Өкінішке орай мен қазір көрсете алмаймын, но бірақ сабақта неде көрсетемін. Осы жерде IGTV-ға мен салып көрсетемін. Сіз үшін сладкие букеты самал. Аккаунт, так себе, хорошо? Так, енді IGTV-дің бізде мощын көп адам қолданып жүрген жоқ. Блин, IGTV это кайфовая вещь, блин. Өзіңнің бизнес аккаунтың болса, 1 сағаттық видео салуға болады. Бұл YouTube. Сен бұған интервью салсаң болады, обзор продукта, сенде бір продукт бар ма? Соны детально түсір, вот на стакан, блин, астың жағынан да сөйле, там 1 минуттан асып кетсін, көрсет, блин, жағындатып көрсет, бәрін көрсет. Міне осындай нәрселер бар деп, обзор продукт IGTV-ге қолдан. Имиджевые ролики 1 минуттан асып кетсе, вот IGTV-ге қолдан. IGTV по-другому ранжируется по Инстаграммен. Ол пост емес, ол уже контент 360, хорошо? Вот осы нәрсені қолданамыз. И имиджевые ролики, разговорные видео, яғни өзіңіздің сөйлеп, просто как бы типа маған Самат Узаев, дос деген кісі ма, прям IGTV-ді қосып қойыпты да, бүгін бір не салып қойыпты. Мен астына красавчик деп жазып кеттім. Вообще красавчик, потому что ол IGTV-дің өзін қолданып отыр. Прям отырады да, бүйтіп, типа, вот осындай, менің, типа, Путин мынандай еді, мен мынандаймен айналысайын деп жатырмын деп, просто әшейін түсіріледі. Блин, мен риза болдым сол адамға. Сондықтан, вот разговорный видеоны жасауға болады, әртүрлі теманы обсуждать етіп. И уроки, и курсы. Сіздің жеке өзіңіздің осындай мен сияқты бір платный продуктларыңыз болса, жеке страницада IGTV-ді қолданып істесеңіздер болады. То есть, андай қысқа 10 минуттық сабақтар жазсаңыздар, блин, күшті да ол нәрсе ше, IGTV-ді қолданыңыздар. Бұл Инстаграммен по-другому. То есть, бұл форматтар IGTV, пост, сторис, прямые эфиры. То есть, контент 360 деп аталады. То есть, 360 бұл сіз барлық жердегі контентті қолданасыздар. Білесіздер ма, IGTV-да елдер видеоны қарап отқан кезде, сіздің видеоңыз қызық болса, сояқта рекомендованныйға шығып кетуі мүмкін.
А вот посттың рекомендованный тоже бөлек. Стористің рекомендованный тоже бөлек. Ну, то есть бұл IGTV-ді қолданыңыздар, хорошо? Достар, жалпы бұл упаковка деген мен маңызды деп айтам, бірақ бұл сатуға деген бірінші қадам. Бұмен бір нәрсе бітіп қалмайды. Упаковкамен айланысып барлық нәрсені түзеңіз. Мен қазір WhatsApp чатымызға именно қандай нәрселерді жасау керек, қалай дұрыс істеу керек деген чек-листті жіберемін. Чек-листті примерно алдында алғанда болуыңыз мүмкін. Осы видеоны қарап толық жасаңыз, үй жұмыстарын сонда жіберемін. 14 сториспен бір постты ұмытпаймыз. Мен рейтингтарыңызды сізді шығарып отырамын. Уәде. Упаковка бұл вообще фундамент, ең маңызды нәрсе, потому что бұл нәрсені айтпай, типа маған елдер мынандай сұрақ қойып жатыр да, Құлан мырза, клиентті қаяқтан іздейміз, таргетті қаяқтан іздейміз. Айналайын, асықпа, сен қазір клиентті іздеймін деп, анау masla.001-мен барып қадаласың. Прямой барып қадаласың. В лоб, и сенде продажа болмайды. Сосын контент, ана мынау деген нәрселерді тоже үйретеміз. Ол нәрсені қалай жазамыз, сол нәрсе маңызды маған, хорошо? Достар, үй жұмысын беретін боламын. Мына жерде тағы да ақпараттар шығып отырады. Мен подробно салып отырамын. Анау IGTV недегі посттарды көрдіңіздер ғой, ыңғайлы сіздерге ұмыт кетпесін деп черновик ретінде жазып отырмын. Вот мына подписчиктер мынандай, типа жеке бренд деген мынандай, позиционирование мынандай деп. Так, достар, қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл маңызды упаковка. Упаковка маңызды. Менде упаковкам бар, мен упаковкам дұрыс деген әңгіме жоқ. Барлықтарыңыз шапкаларыңызды, өздеріңіз позиционироваларыңызды жаңадан қараңыздар. Бұл клиент іздеудің алдында, таргет жіберудің алдындағы маңызды этаптардың бірі. Бұл болмаса сізде клиентте онша болмайды. Бағаны қалай қоямыз дейді. Келе жатырмын, продуктовый линейкаға келе жатырмын. Я күшті түсіндіресіз дейді. Рахмет, Назым ханым. Мне приятно. Рахмет. Достар, сұрақтарыңыз болса, 5-10 минут сұрақтарыңызбен отырайын. И бүгінгі сабақта жабық деп жариялайын. Ертең тағы да кездесеміз. Үй жұмысын берейін сіздерге. Так, қандай сұрақтарыңыз бар? Эфирде отқан құрметті ханымдар мен мырзалар. Жаке Бейсенұлы, менікі қалай Құлан мырза дейді. Ава той, онша емес. Так, Құлан мырза, менің инстаграм аккаунтым жеңіл ме дейді. Мазия сак дейді. Ну, үйретуге болатын шығар адамды. Керемет түсіндіресіз, Аллах разы болсын, рахмет. Инстаны енді түсініп жатырмын дейді. Все, любой қазіргі түсінбей жатсаңыз, бір нәрсе болмай жатса, сіз келе жатсыз. Сіз жолда келе жатсыз. Просто жүре беріңізші, қарасы, жолда жүріңіз, бізбен бірге болыңыз. Дамисыз, интернет-маркетология, маркетинг, в принципе, курс, марафон аясында сізге таныс болып қалады. Не беспокойтесь, сіздің салған ақшаңыз, по-любому бұрында ақталып кететін нәрсе болған, просто егерде қимылдасаңыз. Маған многие пишут, типа, Құлан мырза, уже алғашқы заказ алып жатырмын, блин, алып алдым, заказ алдым, мен не істеймін деген адамдар бар араңызда. Вот реально радует. IGTV пост қылып шығарам, бетіне текст монтировать етемін. Я бетіне обложка қойсаңыз болады. 1000 алғыс, нижний пробел алып тастаймын ба дейді. Еркебұлан Қайратов дейді. Так, тұра берсе болады. Еркебұлан Қайратов, болады, в принципе. Типа өзіңізді Еркебұлан Қайратов деп позиционировать етсеңіз болады. Вот Еркебұлан Қайратов емес па деп ше. Бірақ аваңызды ауыстырыңыз, хорошо. Чек-лист қалай жасаймыз дейді. Мен дизайнерларыма өзім обязательно тапсырма берем. То, что сендер біздің аккаунтта жасап жатқан посттарды қалай жасайсыңдар, чек-лист қалай жасайсыңдар, мне отдельный урок сделаете. Для моих участников марафона деп, мен обязательно тапсырма берем. Ол тапсырма сіздер тоже видео болады. Потому сіздер үшін бәрін от души беріп тастаймын. Бәрін берем, қорықпаңыздар. Так, Құлан мырза, менікі қалай дейді. Мұз бұлдақ. Нижний пробел алдында, артында, ұнамайды маған. Так, менікі ше дейді. Так, логаны аккаунт ауыстыру керек екен дейді. Вот түсініп жатсыз, красавчик. Берген информацияны егеріп үлгерейік на все 100% дейді. Ол өзіңізге қойыңыз оны сұрақты, маған емес.
Так, аккаунтта вот ник нормама дейді. Ну, аваңыз сәл көрінбей тұр да. Құлан мырзаға суық клиент қанша уақытта ыстық клиент қылуға болады дейді. Ну, вообще дұрыс емес сұрақ, потому что смотря қандай продукт, чек қандай, вообще дұрыс емес сұрақ. Мен СММ ішіндегі нені таңдайтынымды не пойму пока дейді. Пока не поймет. Танысасыз, позиционирование дейтін айтып отырмын ғой, бұл нишаны таңдау, бұл 50% жұмыстың 50% бітеді. Сіздің даже мен қуанатын едім, егерде марафон біткенше сіз өзіңіздің нишаңызды тауып, бір ары қарай уже кіріп кетсеңіз, вот идеально болатын еді. Сататын заты жоқ адамдарға не айтасыз дейді. Не обязательно сату же. Мен жеке бренд дамыта бер деп отырмын сізге. Жеке бренд дамытқан кезде сізге сататын нәрсе табылады. Кешегі тапсырманы қашан бағалайсыз? Кешегі тапсырманы бағалау, достар, бізге оңай болып жатқан жоқ. Оказывается, мені 1000-нан аса адам белгілеген, олардың бәрінің сторисін қарап шығу, и, наверное, буду оценивать по-другому. Мен араларыңызда белгілей беріңіздер, мен примерно белгілеп жатқан адамдар білем. Мысалы, мына жерде Сеппи 73 деген адамды білем, Айбеков деген адамды білем, оны белгілеген. Мен памятім жақсы, мен адамдарды жақсы жаттап жатырмын. Сондықтан ең соңында мен, наверное, 3 адамды, активно 3 адамды білем, шығарамын. Қамар Сұлуды білем, Миржан Мэнді білем, мен белгілегенше. Мен, потому что Гүлмира шоурумды білем, Жанар пробел PCI дегенді, то есть сіздің психолог екеніңізді білем, сторис сабатқаныңызды білем. Мен каждого запоминаю, мен әр адамды білем. Өзіңіз немен айналысып жатқаныңызды. Оңқай Төле сізді білем, Бибінұр Елемесова сізді білем мен. Так, Санжар, Барша Гүлханым сізді де білем. Шалтаев сізді де білем. Замена Маслам сізді де білем. Таплинг қайдан үйренеміз дейді. Таплинг просто кіріп көріңізші, үйренетін нәрсе емес, сразу біліп аласың. Так, памятіңіз жақсы екен дейді. Меруерт дизайн сізді білем, сізді Нұр Мүбәракта көргенді білем. Мен бәрін білем, мына жерде адамдардың көбісін білем. Сондықтан, достар, бүгінгі сабағымыз осы. Сабақты неден күтіңіздер? WhatsApp-тан күтіңіздер, жалпы осы страницада. И на видеоны 24 сағат сақталып тұрады, либо YouTube-қа тоже салынатын болады. Так, достар, бүгінгі сабақ осы. Тағыда неде WhatsApp-та тапсырманы күтіңіздер, сол жерде толығырақ айтатын болам, и осы жерде посттар шығып отыратын болады. Маған бүгінгі сабақ қалай болды, алған инсайттарыңызды мен белгілеп сторисқа салсаңыздар болады, мен сол жерде көрем. Это как минимум сіздердің обратный связьдарыңызды білу маған маңызды. Мені салып пікірлеріңіз жазсаңыздар, немесе маған жекеге жазсаңыздар болады. Мен барлығын оқимын, и мне келесі сабақтарда не істейін, сіздердің өзіңдеріңіздің нелеріңіз, өтініштеріңіз қалай болды, соның барлығын маған жазсаңыздар жақсы болатын еді. Лого жасауды үйретесіз ба дейді. Лого жасау сізге қиын емес, канваны ашып үйретеміз тағы да. Так, достар, все, қоштасамын. Бүгінгі сабақты өткіздік, абыроймен жақсы, барлығы қуанып отырмын. Кішкене суықтап қалған сияқтымын ба, білмеймін, түсінбей отырмын. Так, достар, давайте дерзать, армия лучшие. Жайлап келе жатсыздар, барлықтарыңыз жайлап келе жатсыздар. Тоқтамаймыз, давайте.